Талдықорғанда ересектер арасында ерлер мен әйелдердің ауыр атлетикадан ел чемпионаты басталды. 5 күнге созылатын жарысқа еліміздің барлық облысы және Астана мен Алматы қалаларының құрама командалары қатысады. Ұзын саны 180 зілтемірші әр салмақ бойынша күштерін сынамақ. Бұл жарыстың жеңімпаздары қыркүйектің 19 мен қазанның 4 аралығында Кореяның Инчон қаласында өтетін Азия ойындарында ел намысын қорғайды. Сонымен қатар осы ойында озып шыққандар Алматы қаласында қараша айында өтетін әлем чемпионатында Қазақстан құрамасының қатарына алынады. Ел біріншілігінің шеңберінде жыл сайынғы ауыр атлетика федерациясының конференциясы мен республикалық бапкерлер кеңесінің кеңейтілген отырысы өткізілмек. Тек қана чемпиондарды іріктеу емес, болашақтан үміт күтер спортшыларды біз қазір іріктеп байқау. Басты мақсат осы алда бел өтетін Азия ойындарына, әлем чемпионатына біз үлкен мақсат қойып отырмыз. Міндеттемеміз бар. Осыған біз енді осындай жүйелі түрде бастап іріктеу жасап жатырмыз.